Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде дайындалу өте оңай. Үй жағдайында мохито дайындайтын боламыз. Менде 4 дана апельсин, 1 дана лимон және де мята. Ең әуелі жақсылап жуылған банкаларымызға аз ғана ыстық су құйып, және де кішкене ғана уксус құйып, осылай шайқап аламын. Мен бұл жерде осылай суларды кезек басқа банкаларға құйып шайқайтын боламын. Бұл әдіс өте оңай, және осы әдіс арқылы мен банканы да қақпақты да қайнатпаймын. Банкамызды жақсылап шайқап алғаннан кейін енді біздер жемісімізді тураймыз. 1 дана апельсинді екі жақ шетін алып тастаймыз, және де ортасындағы шаттауықтарын алып тастаймыз. Апельсинді өз қалауыңыз бойынша турайсыз, не дөңгелектеп, не болмаса ортасынан бөлсеңіз де болады. Мен осылай дөңгелек қылып кесіп алдым. Және де бір банкаға 1 дана апельсин кетеді. Және де оған үстіне мята өз қалауыңыз бойынша қосасыз. Содан кейін лимон. Лимон бізде мен 1 банкаға 4 тілімнен салып шықтым. Осы кезде менде 4 банкаға 1 дана лимон кетті. Барлығын салып алдым. Енді жақсылап банкамызға 300 грамм қант салып, және де жақсылап қайнаған ыстық суды құятын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде басқа да видеоларымды көріп отырыңыздар. Банка жағудың түрлері бар. Қарапайым рецепттер барлығы өте оңай, және де өзім жасап жүрген рецепттермен бөлісіп отырамын. Қайнаған суымызды құйдық. Енді біз банкамыздың бетін жақсылап қақпақпен жауып, банканы тексеріп, жақсы жабылған, және де оны жылы жерге орап қоятын боламыз. Банка суылғаннан кейін сіз өзіңіз қай салқын жерде сақтай бересіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайындалу өте оңай әрі қарапайым ас болсын.